Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол кісі жан жануарлардың, құрт құмырсқаның тілін біледі екен. Бір күні әлгі данышпан жолаушылап келе жатыпты. Жарты жолға келгенде дем алып отырса, кішкентай бір құмырсқаның дән тасып бара жатқанын көреді. Құмырсқа мен қасыма келсі. Дәнді қайда алып барасың? Үйіңе апарамын, оны қайтесің? Şimdi saktayım. Bundan ansadan değilsin. Birden değilim. Soğan kanagat gidesin be. Odan kovulsun başka kılıçkalar aç kalmayma. Kulakka sokup bikin önünde seni. Мен bundan gün gelemem. Құмырсқаның ақылына, қанағатына сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болады. Қорапқа құмырсқаны қамайды да, содан соң су тимейтін бір жайлы жерге орналастырады. Құмырсқа сыға ғой. Құмырсқа сен деген жақсын жепсің ғой. Қорапқа салып кеттің, сосын шыға алмай, сосын шартыдан жедім. Соған қанағат еттім. Кесір құмырсқа. Мен істегенім дұрыс болмапты. Құмырсқа құсап қанағат соң кетті. Содан кейін данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйретіп кетіпті.